Су сұраса сүт берген. Бала Харвард мектептен тарай сала, аш қарнын жұбату үшін бірдемелер сатып күн көретін. Оның сататын дүниелері көп ешкімге керек емес болғандықтан табысы да болмайтын. Бүгін де сондай табыссыз күндердің бірі еді. Қарны ашып, шаршаған бала амалсыздан біреулерден бірдеме сұрап, өзегін жалғау үшін кез келген бір үйдің есігін қағыпты. Есікті өзі құралпы бір жас қыз ашса керек. Ұялған Харвард тамақтың орнына бір кесе су сұрапты. Бірақ қыз барлығында түсініп, бір кесе сүт әкеліп беріпті. Бала сүтті асықпай ішіп, қалтасындағы түккеде жетпейтін 10 центін сипалап, қанша төлеймін дегенде қыз ештемеде, өйткені анам адамдарға жақсылық жасағаның үшін ақша алма дейтін. Харвард рахметін айтып шығып кетеді. Жылдар жылжып, Харвард бастауыш мектеп, лицей, университет бітіреді. Уақыт сынаптай сырғып өте берді. Әлемге мәшһүр Джонс Хопкинс университетінің докторы Харвард Кеплинг басқаратын ауруханаға өте ауыр науқас қабылданады. Басқа аурухана дәрігерлері ол ауруды емдемек түгілі диагнозында қоя алмаған екен. Доктор Харвард науқастың тарихымен танысса, балалық шағы өткен таныс ауыл, сонымен қатар ұмытылмаған жас қыздың есімі. Науқастың бөлмесіне кірсе, дәл өзі көп жыл бұрын өзіне су орнына сүт берген сол ақкөңіл қыз екен. Бірақ ауыр науқаспен арпалысқан ол қыз Харвардты қайдан танысын? Доктор Харвард сол үшін барлығында жасапты. Ақыры әлгі әйел науқасынан жазылып, өмірге қайта келеді. Емдеу аяқталып, ауруханадан шығатын күні ол әйелдің емі, жасалған ота, тағы басқа шығыны $10,000 көлемінде болғанын есептеген қағазды доктор Харвардтың алдына әкеледі. Доктор Харвард мырза төлем қағазының шетіне бірдемелер жазып, науқасынан жазылған әйелге жеткізіп беруін өтініпті. Осыншама емделуге кеткен шығын өте мол екенін білетін әйел сасқалақтап, қорқа-қорқа конвертті ашса, көп жылдар бұрын бір кесе сүтпен ақысы төленген доктор Харвард деген жазуды оқыпты. Амантай Тойшыбайұлы. Оқыған Гүлбибі Әбусайылқызы.